Ассалаумағалейкум, жақсылықта жарысатын жақсыларым, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Алдымен видеоны кеңірек таралу үшін бір лайк басып, комментария міндетті түрде қалдырыңыз. Кеше Оңтүстік Корея елінде рак ауруына шалдыққан бір әпкеміздің жағдайын айтып, біз сіздерден қайырымдылық жасауларыңызды өтіндік. Қазір дәрігерлермен тағы да байланысқа шықтық. Әпкеміздің жағдайы сағат сайын нашарлап барады. Иә, бұның барлығы бір Алланың беріп жатқан сынағы ғой. Біреудің қолы бар, біреудің аяғы жоқ. Біреудің аяғы бар, біреудің қолы жоқ. Біреудің көзі бар, алайда ол көре алмайды. Біреудің миы істейді, алайда біз айтып жатқан нәрсені ести алмайды, құлағы естімейді. Біреудің миллиард ақшасы бар, денсаулығы жоқ. Бұның барлығы Алланың беріп жатқан бір сынағы. Осындай бір сынақты бір қаракөз әпкемізге Алла берген екен. Қазіргі таңда бұл Шымкент қаласының азаматшасы Оңтүстік Корея елінде Саран Хоспитал ауруханасында, Сеул қаласында біз жатқыздық. Дәл сол жерде жағдайы өте ауыр. Сағат сайын әпкеміздің жағдайы төмендеп бара жатыр. Отандастар, біздің видеолар шыққанда бейжай қарамай, қолдарыңыздан келгенше көмектеріңізді көрсетіңіздер. Иә, қайта халықтың алдына қайырымдылық жасаңыздар деп айтып жатамыз, алайда бұл менің жеке басым үшін емес, бір мұсылманның өмірін өзгерту үшін сіздерден сұрап жатамын. Міндетті түрде сіз осы жасап жатқан қайырымдылық, жасап жатқан садақаңыздың сауабын, рахметін ертең ақыретте алатын боласыз. Сіз осы Кореяның ақшасымен 5 мың, 10 мың жасап жатқан қайырымдылығыңыз, Қазақстанның теңгесімен жасап жатқан бір 100 теңге, 200 теңге, 5 мың, 1000 теңге садақаңыз өзіміздің тілмен айтқанда осы әпкемізге бір аяқ сыйлайын деп тұр. Ойлаңыздаршы, қазір дәрігерлер бұл әпкемізге шұғыл түрде ота жасау керек деп тұр. Егер отаны дер кезінде жасасақ, бұл әпкеміздің аяғын аман алып қаламыз. Бұлай өзіңіз ойлап көріңізші, сіздің садақаңыз бір адамға аяқ сыйлады, бір адамға өмір сыйлады. Ол адам ары қарай өзінің бала-шағасын бағалады. Өзі жүріп, өзі тұра алады. Аяғын кесіп тастайтын болса, ол мүгедек болып қалады. Сондықтан Алла сақтасын. Барлығы Алланың қолында, тек қана біз себепшіміз. Мен аурухананың есеп-шот нөмірлерін қалдырдым. Отандас бауырлар, қолдан келгенше қайырымдылықты жасайықшы. Сіз және біз болып, осы әпкеміздің өмірін өзгеруіне бір себепші болып қалайықшы. Сол ауруханадан шыққаннан кейін ертең Қазақстанға барып, ертең бала-шағасына айтатын болады. Осы Корея еліндегі отандастарымыз бізге көмектескен еді, Кореядағы отандастарымыз, мұсылмандар маған аяқ сыйлаған еді деп, ертең айтып жүретіндей бір жағдай жасайықшы. Құрметті бауырлар, мен тек қана сіздерге бар ақпаратты айтып, осы нәрсенің барлығын ұйымдастырып жатырмын. Қайырымдылықты жасайтын, ақшаны беретін, садақаны жасайтын ол халық. Біздің дінімізде сондай нәрсе бар. Бізге беріп жатқан, әрбір келіп жатқан дүниені бұл Алла тарапынан беріліп жатыр. Енді Алланың берген дүниесін біз Алланың жолында бере алуымыз қажет. Ақшаңыз бола тұра, ақшаңызды ұстап отырып былайынан, жоқ ешкімге бермеймін деп жылап отырсаңыз, ал бұл жерде бір адам көмекке мұқтаж болып, жүрегі қан жылап отырса, біздің мұсылмандылығымыз қайда кетті? Сондықтан біз мұсылман деген атқа иеміз. Мұсылмандар бір-бірін ешқашан тастап қоймайды, бір-бірін әрқашанда қолдайды. Ауруханаға барып әпкемізбен тікелей тілдесем дейтіндер болатын болса, осы видеоның астында аурухананың мекен-жайы тұр. Сол жерге байланысқа шығып, ауруханаға барсаңыздар болады. Жақсылықта жарысатын жақсыларым. Жақсы күніміз, қуанышты күніміз көп болсын.